Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Етеккір туралы қызықты мәлімет. Етеккір ай сайын әйелдердің ағзасында болатын процесс. Шын мәнінде әйелдер менструация туралы барлығын білмейді. Менструация жайлы 18 мәлімет. Тампонды 1929 жылы әрі Харс есімді дәрігер ойлап тапты. Оны мақтадан жасап атын тампон деп қойды. Етеккір еуропалықтарға қарағанда негроид нәсілді қыздарға ертерек пайда болады. Етеккір кезінде жыныстық қатынасқа аулақ болу ұсынылады. Өйткені инфекция жұқтыру қаупі жоғары. Менструация циклы орташа есеппен алғанда 28 күнге созылады. Алғашқы менструация келуі 12-13 жасқа басталады. Ал ыстық климаттар өмір сүретін қыздарға 9 жастан пайда болады. Етеккір кезінде әйелдер өте эмоционалды болады. Олар депрессия, ашуланғыш, шаршағыш және тағы басқа болады. Етеккірдің кезінде жүкті болу мүмкіндігі бар, бірақ өте төмен. Бір менструация циклы жарты стақан қан жоғалтады. Әйелдің өмірінің 10 жылы етеккірмен өтеді. Ежелгі Мысырда тампонның орнына папирус қолданылған. 50 жас шамасында менструацияның болуы тоқтайды. Ол 7-8 күнге созылады. Кейбір ұлттар менструацияның қанның сиқырлы күші бар екендігін сенімді. Мысалы, Африкада қыз қанды жігіттің кофесіне қосса, ол жігіт оған ғашық болады дейді. 81% әйелдерде менструация кезінде ауырсыну болады. Суық аймақтарда менструацияның циклы ұзаққа созылады. Бұл процесс маймыл және жарғанаттарда болады. Бұл кезең әйелдер жыныстық қатынасты түсуді қалайды. Бұл прогресті деңгейінде төмендеуіне байланысты. Үндістанда бұл уақытта әйел адамдарға тамақ дайындауға тыйым салынады. Өйткені олар ол кезде кір болып саналады. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.